Сәлеметсіздер ме, қымбат достар. Бұл бірінші байлық денсаулық YouTube арнасы. Мен сізге әртүрлі тағамдар және олардың біздің денемізге әсері туралы айтып беремін. Бүгін біз әлемдегі ең көне және танымал жидектердің бірі жүзім туралы сөйлесетін боламыз. Сіз оның тарихы, құрамы, пайдалы және зиянды қасиеттері, сондай-ақ жүзім туралы қызықты фактілер мен оны өсіруші елдер туралы білетін боласыз. Егер сізге бұл бейне ұнаса, біздің арнаға тіркеліп және лайк басуды ұмытпаңыз. Және маңызды ақпаратты жіберіп алмау үшін видеомызды соңына дейін қараңыз. Жүзім әлемдегі ең көне және ең танымал жидек түрі. Оны адамдар тек жай табиғи күйінде тұтынып қоймай, сонымен қатар жүзімнен шарап, шырын, мейі және тағы басқа өнімдер жасау үшін өсіреді. Ендеше жүзім қайдан пайда болды және оның қасиеттері қандай деген сұраққа жауап берейік. Жүзімнің тарихы шамамен 6000-8000 жыл бұрын таяу шығыста басталды. Онда адамдар осы өсімдіктің жабайы түрлерін өсіре бастаған. Шарап жасаудың алғашқы дәлелдері Грузия мен Армениядан табылды. Онда археологтар біздің заманымызға дейінгі 6-8 мыңжылдыққа жататын шарап іздері бар керамикалық ыдыстарды тапты. Жүзім өсіру кәсібі жерорта теңізіне финикиялықтардың, гректердің және римдықтардың арқасында таралды. Олар осы жүзім өсіру мәдениетін жоғары бағалап, жүзім туралы ғылымды, ампелографияны ойлап тауып, оны дамытты. Кейінірек жүзім басқа континенттерге таралып, онда ол әртүрлі климаттық жағдайларға бейімделіп, көптеген жаңа сұрыптардың пайда болуына әкелді. Жүзімнің құрамы мен пайдалы қасиеттері оның түріне, сұрыпына, жетілу дәрежесіне және өңдеу әдісіне байланысты. Жаңа піскен жидектерде көмірсулар, глюкоза және фруктоза, органикалық қышқылдар, лимон, алма, шарап қышқылдары, клетчатка, пектин, флавоноидтар, яғни антиоксиданттар, витаминдер, нақтырақ айтсақ А, С, Е, К, Б тобындағы витаминдер және минералдар, калий, кальций, магний, темір, фосфор және тағы басқалары бар. Жүзім жүрек қан тамырлар жүйесіне, бауырға, бүйрекке, өкпеге, асқазанға, теріге, иммунитетке және жүйке жүйесіне оң әсер етеді. Ол сондай-ақ көру, есте сақтау, көңіл-күй және ақыл-ой әлеуетін жақсартуға ықпал етеді. Егер сіз жүзім сүйектерін құр босқа қоқысқа тастап жүрсеңіз, онда сіз үлкен қателік жасап жүрсіз. Жүзім сүйектері пайдалы заттардың құнды көзі болып табылады. Қазір сіздерге нақты пайдасы туралы баяндап берейін. Тамырларды нығайту және атеросклероздың алдын алу. Жүзім тұқымында резвератрол бар. Ол қан тамырларының кеңеюіне және қандағы холестерин деңгейін төмендеуіне ықпал етеді. Бос радикалдар мен қартаюдан қорғау. Жүзім тұқымы флавоноидтарға бай. Соның арқасында жасушаларды зақымдайтын және қартаюды тездететін бос радикалдар молекулалар әсерін бейтараптандырады. Ас қорытуды жақсарту және денені тазарту. Жүзім тұқымында ішекті ынталандыратын, токсиндерді шығаратын, іш қату мен диареяның алдын алатын талшықтар мен таниндер бар. Қабыну мен ауырсынуды жеңілдету. Жүзім тұқымы артрит, ревматизм, геморрой, флебит және басқа ауруларға көмектесетін, қабынуға қарсы және анальгетикалық әсерге ие. Иммунитетті нығайту және тонусты арттыру. Жүзім тұқымы дененің қорғанысын күшейтеді, инфекцияларға төзімділікті арттырады, көңіл-күй мен энергияңызды жақсартады. Көріп отырғаныңыздай, жүзім сүйектері қоқыс емес, адам ағзасына пайдалы компоненттердің қоймасы болып есептелінеді. Сіз жүзім сүйектерінің тұнба, май, скраб жасау үшін немесе шайға және салаттарға қосу үшін пайдалана аласыз. Бірақ жүзім тұқымына аллергия, асқазан жарасы, қышқылдығы жоғары гастрит және жүктілік сияқты қарсы көрсетілімдер бар екенін ұмытпаңыз. Жүзім дәнектерін қолданар алдында дәрігермен кеңескен дұрыс. Бұл жидектің пайдасымен қатар адам ағзасына зиян тұстары да жеткілікті. Солар туралы да айта кетейік. Жүзімнің қарсы көрсетілімдері оның жоғары калориялығымен және қант пен қышқылдардың көп мөлшермен байланысты. Жоғарыда айтылғандай, жүзім құрамында алма, лимон, шарап қышқылдары жеткілікті. Айта кететін нәрсе, арнада лимон туралы видео бар, және ол видеода лимон қышқылы ағзаға қалай әсер етеді, сол туралы да айтылған. Көрсеңіздер болады. Енді жүзім тақырыбына оралайық. 100 грамм жүзімде шамамен 65 килокалорий бар. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, 100 грамм алмада шамамен 52 килокалорий ғана. Жүзімді асқазан мен ішек язвасы жарасы кезінде диарея, қант диабеті, семіздік, гипертония, бауыр циррозы, колит, стоматит және кариес кезінде тұтыну ұсынылмайды. Сондай-ақ жүзімді майлы тағамдармен, шикі көкөністермен, жемістермен, сүтпен, минералды сумен және алкогольмен араластырудан аулақ болу керек. Тағы есіңізге салып кетейін, жүкті әйелдер мен жүзімге аллергиясы бар адамдар оны тұтынар алдында 2 рет ойланған дұрыс. Салдары денсаулығыңыз үшін ауыр болуы мүмкін. Жүзім бұл дәмді және пайдалы жидек қана емес, сонымен қатар адамзаттың мәдени және тарихи мұрасының қайнар көзі. Ол мифтермен,
дінмен, өнермен және ғылыммен тығыз байланысты. Енді жүзім туралы қызықты фактілерді қарастырайық. Жүзім ботаникалық тұрғыдан жидектер ретінде жүктеледі. Бүгінде бүкіл әлемде кездесетін жүзімнің 60 түрі мен 8 мыңға жуық сұрпы бар. Христиан мәдениетінде жүзім рухани өмірдің маңызды символы болып есептелінеді. Иоаннның Евангелиесінде Иса пайғамбар өзін шынайы жүзім сабағымен, ал Құдайды жүзім өсірушімен салыстырады. Жүзім ескі өсиеттегі өмір ағашы ретінде де бейнеленген. Жер планетасында 80 мың шаршы шақырымға жуық жүзім отырғызылған. Егіннің 71% шарап өндіруге, 27% жаңа піскен жеміс ретінде, 2% кептірілген жеміс ретінде пайдаланылады. Шарап бөтелкесін жасау үшін сізге 600-ге жуық жүзім қажет болады. Кейбір жүзім бұталары 100 жылға дейін немесе одан да көп өседі. Ұзақ уақыт өткен сайын бұл бұта соғұрлым көп өнім береді. Егер білмесеңіз, мейіз бұл кептірілген жүзім. Ас ретінде мейіз таяу шығыста, сондай-ақ жерорта теңізі аймағында көп қолданылады. Оны жергілікті халықтар жай күйінде ғана жеп қоймай, сонымен қатар дәмдеуіш ретінде тамақтарына қосады. Және мейізде басқа жемістерге қарағанда темір өте көп. Жүзімнің дәмі керемет және оны бірден жеуге болады. Бірақ өкінішке орай жидектердің негізгі бөлігі шарап пен коньяк өндірісіне кетеді. Ал алкоголь денсаулыққа зиян екені бәріне мәлім. Жүзімнің кейбір компоненттері косметика саласында қолданылады. Әсіресе кәрілікпен күресуге бағытталған косметика түрлерінде. Сонымен қатар күн сәулесінен қорғайтын өнімдер құрамына да кіреді. Жүзімді әлемде ең көп өсіретін елдер туралы да сөз қозғайық. Жүзім көп мөлшерде өсіретін елдер тізімін Қытай басқарады. Ол 2021 жылы осы жидектің 14,8 миллион тоннадан астамын жинады. Екінші орында Италия 8,2 миллион тонна. Үшінші орында 6,8 миллион тонна жинаған ақш. Үздік ондыққа Үндістан, Испания, Түркия, Франция, Чили, Иран және Аргентина кірді. Қазақстан 87 мың тонна жүзім жинап, 52-ші орынға ие болыпты. 2020 жылмен салыстырғанда 8 мың тоннаға аз өсірген. Міне достар, сіз жүзім және оның біздің денсаулығымызға әсері туралы көптеген жаңа және қызықты нәрселерді білдіңіз деп үміттенемін. Егер сізге бұл бейне ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісіңіз және лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін қоңырауды басыңыз. Комментарийге жүзім туралы өз пікіріңізбен бөлісіңіз. Назарларыңызға рахмет.